Сәлем достар, сіздермен бірге Қарлығаш, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін дастарханның көркін ашатын, өте тез жасалатын және де пайдалы әрі дәмді үш салаттың рецептімен бөлісетін боламын. Баклажаны по-китайски кисло-сладком соусе, рукола қосылған салат және фунчоза салатын дайындап көрсететін боламын. Ең алдымен барлық ингредиенттерді жуып алдым, одан соң баклажандарды осылай ортасынан бөліп, қатты майда қылмай, ірілеу қылып турап шығамыз барлығын. Баклажанды турап болған соң, картофельді крахмалдың 3 ас қасығын үстінен салып араластырып шығамыз. Сонда баклажандарымыз қытырлап, әдемі пісетін болады. Орысша айтқанда хрустящий болып. Енді болгар бұрыштарын үлкендеу қылып тураймыз, майда қылмаймыз. Міне мен көрсеткенде үлкендеу қылып турайсыздар. Себебі салатқа қосқан кезде, қазір қуырамыз, сол кезде қытырлап, және де түрі де әдемі болып түсу керек. Және де қызыл пиязды да осылай үлкендеу қылып турайсыздар. Ақ пиязды да қолдансаңыздар болады. Сарымсақты да үлкендеу қылып турап шығамыз, үккіштен өткізбейміз. Енді көк пиязды турап шығамыз. Бұл салатта барлық ингредиенттерді үлкендеу қылып тураймыз. Одан соң өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша укроп, петрушка қоссаңыздар да болады. Енді салаттың соусын дайындайтын боламыз. 6 ас қасық соя тұздығына 2 ас қасық қантты қосып, араластырып аламыз. Енді соусқа 2 ас қасық рисовый уксусты қосып араластырып, 2 сарымсақты үккіштен өткізіп, соусқа қосамыз. Енді 70 мл суға 1 ас қасық картофельді крахмалды қосып, араластырып қоямыз. Бұл ең соңында салаттың үстіне қосатын боламыз. Сонда өте дәмді болып шығады. Енді баклажандарды қуырамыз. Ол үшін крахмалдан осылай тазалап, қызып тұрған майға барлық баклажандарды салып, қуырып шығамыз. Баклажанды 4-5 минут қуырасыздар. Одан соң болгар бұрышын қосып, дәл солай 4-5 минут қуырып аламыз. Қатты қуырудың қажеті жоқ. Өйткені пайдалы қасиеттерін жоғалтады, және де салат әдемі болмайды. Егер де осылай 4-5 минут қуыратын болсаңыздар, болгар бұрышы баклажанның дәмі өте дәмді болады. Енді сарымсақ пен пиязды қосып қуырамыз. Бұны да көп қуырудың қажеті жоқ. Шамалы 4 минуттай қуырамыз. Енді 2 ас қасық соусты қосып шығамыз. Содан соң жаңа дайындалған крахмалды суымыздың 2 ас қасығын қосамыз. Сонда салатымыз өте дәмді болып шығады. Енді соңына қарай көк пияздарды салып шығамыз, араластырамыз. Көріп тұрғандарыңыздай өте тез дайындалатын салат. Міне салатымыз дайын болды. Енді осындай әдемі ыдысқа салаттарды салып шығамыз. Үстінен укроп себеміз. Одан соң қара кунжутты себеміз. Бұл кунжут салаттың үстіне ерекше бір дәм береді. Сондықтан да міндетті түрде қосыңыздар.
келесі салатымыз фунчоза салаты. Бізге керегі ол болгар бұрышы, пияз, сәбіз, чимчим соусы, фунчоза және сиыр еті қажет. Енді бұл фунчоза салатында болгар бұрышын, сәбізді, етті майда ұзынша қылып тураймыз. Болгар бұрыштарын ұзынша қылып турап шықтым. Енді сәбізді де тура солай ұзын қылып турап шығамыз. Енді пиязды тураймыз. Ақ пиязды да қолдансаңыздар болады. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша сиырдың, жылқының, тауық етін қолдансаңыздар болады. Менде мұнда 200 граммдай сиырдың еті. Ұзын қылып турап, қызып тұрған майға қуырып аламын. Етке кішкене тұз қосып жіберемін. Одан соң пиязды салып қуырып аламыз. Енді сәбізді қосамыз. Сәбізді 6-7 минуттай қуырып алдым. Артынан болгар бұрыштарын қосып 7-8 минут қуырып аламыз. Енді салатымызға чимчим соусын қосамыз. 2-3 ас қасықтай. Негізі чимчим соусын фунчозаға да арналған түрде бар, бірақтан да мына соуспен ешқандай айырмашылығы жоқ. Дәмі сол бірдей. Енді үлкендеу бір ыдысқа фунчозаға арналған лапшаларды салып, үстінен 1,5 литр ыстық қайнаған суды құйып, 4 минутқа ғана қалдырасыздар. Одан көп тұрса, лапшаларыңыз жабысып, езіліп қалуы мүмкін. Одан соң мұздай суға бір салып шығамыз. Енді лапшаларымызды жаңа қуырылып жатқан көкөністердің үстіне қосып араластырамыз. Сонымен салатымыз дайын болды. Енді салатымызды ыдысқа салып, үстінен кунжут сеуіп, дастарханға ұсына беруге болады. Міне өте оңай және тез дайындалды фунчоза. Сіздер де жасап көріңіздер. Енді үшінші салатымыз ол рукколадан жасалған салат. Бұл да өте дәмді әрі тез дайындалатын салаттардың бірі. Бізге қызылша, руккола, апельсин, бальзамический соус, черри помидорлар және фетакса қажет болады. Ең алдымен рукколаны жуып алып, ыдысымызға әдемілеп орналастырып шығамыз. Қызылшаны алдын ала қайнатып алдым. 4 бөлшек қылып турап шығамыз. Қызылшаны турап болған соң, енді рукколаның үстіне қойып шығамыз. Черри қызанақтарын күшлеу болса 2-ке ғана бөліп турасаңыздар болады. Мен үлкен болғандықтан 4-ке бөлдім. Черри қызанақтарында салаттың әр жеріне әдемілеп қойып шығамыз. Енді апельсиннің сыртын ашып аламыз да турап шығамыз.
апельсиндерді турап болған соң салатымыздың әр жеріне осылай әдемілеп қойып шығамыз. Мен бұл салатты үнемі дайындаймын. Өте пайдалы әрі дәмді, менің сүйікті салаттарымның бірі. Енді фета сырын 4 бұрышты қылып тураймыз да салаттың әр жеріне қойып шығамыз. Енді бальзамический соусты салаттың бетіне құйып шығамыз. Бұл салатқа тұз және басқа да приправалардың қосудың қажет жоқ, өйткені бальзамический соус өте керемет дәм беріп тұрады. Міне тез жасалатын өте дәмді әрі пайдалы салатымыз да дайын болды. Бірінші салатымыз баклажаны по-китайски кисло-сладком соусе. Екінші фунчоза салаты, одан соң рукола қосылған салат. Бұл оригинал рецепттер, сіздерде тура осы рецептпен жасап көріңіздер. Бұл салаттар майонез қосылмаған, қазір хит болып жатқан салаттардың бірі. Дастархандарыңыздың көркін ашып тұрады. Келген қонақтарыңызға және үйдегі жақындарыңызға міндетті түрде сіздерде жасап көріңіздер. Дәл осы ингредиенттермен менің рецептім бойынша жасасаңыздар, өте дәмді шығады. Және де видеоны соңына дейін көрсеңіздер, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Рахмет!